Сәлем достар, бүгін 7-ші жұппасымен нерві, бет нервіне нервус фациалиске тоқталамыз. Бет нервінің ядролары көпірде немесе ромб тәрізді шұңқырдың жоғарғы үшбұрышында орналасқан. Оның қозғалтқыш ядросы нуклеус нерви фациалис, вегетативті ядросы нуклеус саливаторис супериор және сезімтал ядросы нуклеус солитарий болады. Жалпы бет нерві бас сүйектің ішкі негізінде миатус акустикус интернустан кіреді, форамен стиломастоидумнан біз емізік тесігінен шығады. Форамен стиломастоидумнан шықпай тұрып, 3 тармақ береді. Міне үшпен көрсетілген форамен стиломастоидум, яғни осыған дейінгі беретін 3 тармағына тоқталайық. Бірінші нервус петрозис майор, яғни ол үлкен тастық нерв. Ол хиатус каналис нервус петрозис майорисқа кіріп, бас сүйектің сыртқы негізіне шығады. Солай каналис птеригайдеустан өткен кезде ол нервус птеригайдеус деп аталады. Солай қанат таңдай түйініне өтеді. Сол жерде ол 4 түрлі тармақ береді. Келесі нервус стапедиус, ол үзеңгі бұлшық етін нервтендіреді, және хорда тимпани. Хорда тимпанидың бір тармағы үшкіл нервтің төменгі жақтық тармағымен, яғни төменгі жақтық тармағынан шығатын рамус лингуалиспен қосылады, солай дәм сезуді қамтамасыз етеді. Және хорда тимпанидың жағасты, тіл асты сілекей бездеріне де беретін тармақтары бар. Одан кейін форамен стиломастоидумнан шыққаннан кейін бірінші беретін тармағы рамус аурикулярис постериор, яғни ол құлақ маңындағы бұлшық еттерді қозғалысқа келтіреді. Ары қарай беттің мимикалық бұлшық еттеріне тармақ береді. Ол рамус темпоралис, рамус сигаматикус, рамус буккалис, рамус маргомандибулярис және рамус коли деп аталады. Яғни бет нерві мимикалық бұлшық еттерді қозғалысқа келтіретін болса, үшкіл нерв шайнау бұлшық еттерін қозғалысқа келтіретін тармақтарды береді.